Менің алдымен жаттап алған сөздерім ұлы мәртебелі тақсырдан басыма бостандық сұрау еді. Бұл сөздерді ұлы мәртебелі тақсырдың алдында жүгініп отырып күн сайын айтатын болдым. Менің түсінуімше оның қайырған жауабының мазмұны мынадай еді: маған бостандық берілетін уақыт болады, бірақ бұл істі мемлекеттік кеңестің келісімінсіз шешу мүмкін емес. Ол үшін ең алдымен «Люмос келмин, пессо десмарлон, эпоза» деп, яғни патшаның өзімен және оның патшалығымен бейбіт тату тұруға ант етуім керек. Бірақ сабыр ет, менің алдымда және қолы астымдағы халық алдында мейірбанды, момын мінезбен қызмет етуің керек деп кеңес береді. Сонымен бірге, егерде арнаулы шенеуніктер жіберіп, өң бойыңызды тексертсем, кек көрмеуіңізді сұраймын, деді ол. Ол менің бойымда өзімнің тұлғама сай үлкен әрі қауіпті қару сақталуы мүмкін деп ойлаған еді. Бұл мәселе жөнінде қысылмаңыз дедім де, мен оның көз алдында шешініп, барлық қалталарымды сыртына айналдырып көрсетуге әзір екенімді білдірдім. Бұл ниетімнің бір шамасын білгенімше сөзбен айтып, бір сыпырасын ыммен түсіндірдім. Мемлекет заңы бойынша, деді ол, тінту жүргізу үшін ең алдымен сіздің ризалығыңыз керек. Тінтуді екі шенеунік жүргізеді, және заңның талаптарын жүзеге асыру үшін сіздің жәрдеміңіз керек. Мен сіздің кек сақтамайтын кеңпейіл адам екеніңізді жақсы білемін. Сондықтан сіздің шыншылдығыңыз бен әділдігіңізге сеніп, мына екі шенеунікті сіздің қолыңызға беремін. Алынған заттар бұл елден кетеріңізде өзіңізге қайтарылып беріледі, немесе өзіңіздің келісіміңіз бойынша бағасы төленеді, деді. Мен екі шенеунікті жерден көтеріп алып, камзолымның қалтасына салдым. Оны тінтіп болған соң басқа қалталарымды қараттым. Тек қана желеткімнің қалтасы мен жасырын қалтамды қаратпадым. Өйткені ол қалталарымда өзгеге керегі жоқ ұсақ-түйек заттар бар еді. Желеткімнің қалтасының біреуінде күміс сағат, енді біреуінде бірнеше алтын салынған әмиян бар еді. Шенеуніктер өздерімен бірге қалам, сия және қағаз ала барған болатын. Тапқан заттардың толық тізімін жазап болған соң жерге түсірілуін өтінді. Өйткені олар тапқан заттарымның тізімін патшаға білдіруге міндетті еді. Кейінірек ол тізімді ағылшын тіліне аударғанымда мазмұны мынандай болып шықты. Біріншіден, таудай адамның, Quinbus Philestrin деген сөзі осылай аудардым. Таудай адамның камзолының оң жақ қалтасын әбдеп ұқыптап қарағанымызда, сіздің сарайыңыздың үлкен залына кілем орнына төсеуге жарарлық дөрекі тоқылған мата табылды. Камзолдың сол жақ қалтасын ақтарғанымызда, күмістен жасалған үлкен сандық таптық. Оның қақпағы да сол материалдан жасалған. Сандықты көтеруге шамамыз келмеді. Біздің талабымызбен таудай адам сандықты ашқан соң, ішіне біреуіміз түсіп едік. Бір түрлі үгіндіге тіземізге дейін батып кеттік. Үгіндінің шаңы ауаға көтеріліп, бізді бірнеше рет қатты түшкіруге мәжбүр етті. Желетінің сол жақ қалтасынан қабаттап мықты арқамен бұған бір тай жұқа ақ тақтайлар табылды. Тақтайдың қалыңдығы 3 адамның құшағы зорға жетерлік. Тақтайдың бетіне бір түрлі қара таңбалар салынған. Біздің шамалауымызша айна қатеш жоқ жазуға ұқсайды. Әрбір қаріптің үлкендігі біздің алақанымыздың жартысындай болады. Желетінің сол жақ қалтасынан сіздің сарайыңыз алдындағы қоршауға ұқсаған ерекше бір сайман табылды. Оның арқасына 20 дана ұзын-ұзын сырғауылдар орнатылған. Ол сайманымен таудай адам шашын тараса керек деп шамаладық. Бұл біздің жобалауымыз ғана. Өйткені таудай адамға қайта-қайта сауалдар беріп, мазасын алғымыз келмеді. Және онымен түсінісу де өте қиын болды. Оң жақ үлкен қалтасынан орта жабудың, рифулы деген сөзді осылай аудардым. Олар шалбарды жабу деп түсінді. Оң жақ үлкен қалтасынан орта жабудың ұзындығы кісі бойы, іші қуыс темір діңгек көрдік. Діңгек көзінен анағұрлым жуан, қатты ағашқа бекітілген. Діңгектің бір жағында адам таңырқарлық сорайған темірлер бар. Бұл заттың нендей орынға жұмсалатынын біле алмадық. Сол сияқты машина сол жақ кішкене қалтасынан да табылды. Оның оң жақ кішкене қалтасынан ақтылы қызыл металдан жасалған ірілі уақты дөңгелек заттар табылды. Ақ дискалар, күміс болса керек. Олардың кейбіреулері өте үлкен және ауыр. Біреуін екеулеп әрең көтердік. Сол жақ қалтасынан түрі ыңғайсыз үлкен 2 қара бағана табылды. Қалтаның түбінде тікемізден тұрғанымызда, бағананың басына қолымыздың ұшы әрең жетті. Бағананың біреуі тұтас металдан жасалған. Екіншісінің бір жақ басында бір түрлі дөңгелек 2 ақ зат бар. Әрқайсының үлкендігі біздің басымыздай келеді. Біз бұны қауіпті құрал болар деп шамаладық. Оның нендей орынға жұмсалатынын таудай адамның өзінен сұрап едік. Ол 2 заттың екеуін де қынынан шығарып, біздің елде мұның біреуімен сақал қырады, екіншісімен ет кеседі, деді.
Бұдан басқа таудай адамның тағы да 2 қалтасы бар екен. Ол қалталарға кіре алмадық. Онысын өзі сағат қалта деп атады. Ол 2 қалтаны орта жабудың жоғарғы жағынан шығарыпты. Орта жабудың қалта тұрған жерін қарны тіреп тұр. Оң жақ қалтасынан салбыраған әдемі күміс шынжыры бар. Оның бір ұшы қалтаның түбінде жатқан ғажайып машинаға бекітулі екен. Біз одан шынжырдың қалта ішіндегі ұшында нендей зат болса да шығаруын талап еттік. Ол бір жақ беті күмістен, екінші беті әлденеңде жылтыр металдан жасалған шарға ұқсас зат екен. Оның мөлдір бетінің айналасынан біртүрлі ғажап белгілер көрінді. Сипап қараған едік, әлгі қатты затқа бармағымыз тіреліп қалды. Таудай адам машинаны құлағымызға тақап еді. Су диірмені дөңгелегінде үздіксіз салдырлаған дауыс естідік. Шамалауымызша, ол біз білмейтін біртүрлі мақұлық болса керек. Немесе, олардың бір басиетін сиқыры болуы ғажап емес. Біз өзіміздің соңғы пікірімізді жақтаймыз. Неге десеңіз, таудай адамның онымен ақылдаспай істейтін ісі өте сирек болатынын көрінеді. Бұл затты ол өзімнің оракулым, былайша айтқанда абызым деп атады. Және бұл зат өзімнің өмірім бойы аттаған сайын уақытты көрсетіп тұрады деді. Таудай адам желетінің сол жақ қалтасынан үлкен тор шығарды. Тордың көлеміне қарағанда балық сүзетін ау деуге болады. Бірақ әмиян сияқты ашылып жабылмалы етіліп жасалған. Тордың ішінен сарғылт сом металл табылды. Егер де ол таза алтын болса, онда үлкен қазына болуға тиіс. Сіздің бұйрығыңызды орындау үшін тау адамның барлық қалталарын тінтіп болғасын, оның белінен біртүрлі өте ірі айуанның терісінен жасалған белбеу таптық. Белбеудің сол жағына ұзындығы 5 кісі бойы келетін қылыш іліпті де, оң жағына сөмке сияқты 2 бөлімді үлкен қап іліпті. Бөлімнің әрқайсысына біздің азаматтардың 3-4 сиярлық. Бір бөлімнің ішінен толып жатқан шар табылды. Олардың үлкендігі біздің басымыздай келеді. Шарлар өте ауыр металдан жасалыпты. Оларды көтеру үшін талай күш керек. Екінші бөліміне ұсақ қара дән толтырыпты. Дәндер оншалықты ауыр емес. Біздің уысымызға дәндердің 50 шақтысы сыйды. Таудай адамның қалталарын тінткенімізде нақты табылған заттардың толық тізімі осы. Тінту жүргізілген уақытта ол өзін өте әдепті ұстады. Және ұлы мәртебелі тақсыр, сіздің әміріңізді орындаушылардың талаптарын құрметпен орындап тұрды. Ұлы мәртебелі тақсыр, сіздің абыроймен патшалық дәуір сүрген 89 айдың 4 күні қол қойылып мөр басылып бекітілді. Клефрин Фрелік, Марси Фрелік. Тізім патша алдында оқылып болған соң, ұлы мәртебелі тақсыр ол заттардың бір сыпырасын өзім алып беруімді сыпайылықпен өтінді. Басқа заттардан бұрын қылышымды алғысы келді. Белімдегі қылышты ағытып қыныммен жерге қойдым. Сол уақытта патша 3000 таңдаулы әскерге кезеулі садақпен мені қоршап тұруға әмір етті. Екі көзім патшада болып ол жағдайды сезбей қалыппын. Патша қылышты қынабынан шығаруымды тіледі. Қылыш соңғы уақытта теңіз суы тиіп, там-тұмдап таттана бастағанымен жарқырап тұр еді. Қылышты қынабынан суырып алып, оңды-солды үйіріп жібергенімде, күнге қатты шағылып жалт-жұлт еткен болаттан жасқанып, солдаттардың таң қалғаны бұлай тұрсын, зәрелері кетіп у-шу болды. Басқаларға қарағанда патша анағұрлым жүректі екен. Оншама үрейлене қоймады. Қылышты қынабына қайтадан сал да, өзің тұрған жерден аулағырақ жерге абайлап лақтырып таста деді патша маған. Бұдан кейін ол қуыс діңгекті көрсетуімді талап етті. Олар менің тапаншамды осылай атады. Тапаншамды шығарып, оны қалай пайдаланудың әдісін түсіндірдім. Оны құр дәрілеп оқтап патшаға ескерттім де, жоғары қарай атып жібердім. Оқшанта жақсы тығындалған еді, дәрігесі өтпепті. Қылышқа қарағанда тапаншаның әсері анағұрлым басым соқты. Тарс еткен дауысынан шошып, 100 адам есінен танып құлап қалды. Жығылмай аяғын басып тұрғаны болса, патшаның өзі де есеңгіріп бірсыпыра уақытқа дейін есін жия алмады. Оқ дәрісімен тапаншаның екеуінде патшаға өткіздім, және оқ дәріні оттан аулақ сақтауын ескерттім. Болмашы ғана от ұшқыны тисе тұтанып келіп, патша сарайының күлін көкке ұшыруы мүмкін дедім. Патшаға сағатты да бердім. Ол оған қатты қайран қалды. Екі гвардияшы Англия жүкшілерінің зембілмен кеспек тасығанындай сағаттың шығыршығына таяқ өткізіп, иықтарына салып көтеріп кетті. Бәрінен бұрын патшаны таңырқатқан сағат механизмінің үздіксіз шиқылдап соғуы мен минуттық тілдің тоқтаусыз қозғалып жүруі болды. Бізге қарағанда лилипуттардың көзі анағұрлым өткір келеді. Минуттық тілдің жылжып тұрғанын патша бірден байқапты. Машинаның нендей қызмет атқаратыны жайлы патша оқымыстыларының пікірін сұрады. Бірақ олардың ешқандай бір ауызды қорытындыға келе алмағандығын
оқушылардың өздері де сезетін болар. Олардың болжаулары шындықтан әлде қайда шалғай еді. Содан кейін ішіндегі алтын мен әмиянды өткіздім. Оның ішінде 9 ірі, қалғандар ұсақ алтын бар еді. Күміс бақыр ақшаларды да алып қалғаным жоқ. Пышақты, ұстара күміс темекі сауыт, қол орамал, шаш тарақ және жазу дәптерімді де өткіздім. Қылышты, 2 тапаншаны, оқ дәрісі мен оқ шантайды арбаға тиеп патшаның қару-жарақ қоймасына кетті. Басқа заттарды өзіме қайырып берді. Тінтушілердің жасырын қалтамды таба алмағанын жоғарыда айтып өттім. Онда көз әйнегім, кішкене бақылау дүрбім, тағы да басқа ұсақ түйектер болатын. Бұл заттардың патша қызғарлық ештемесі жоқ және басқа біреудің қолына түссе сынып, немесе жоғалып кетуі мүмкін деген оймен бойымда мұндай мүмкіндіктердің бар екенін білдіруді міндетті көрмедім. Менің момақан жайдары мінезім патшаны, сарай қауымын, армияны және бүткіл халықты еліктіріп икемге көндіріп, көп ұзамай бостандық алатындығыма көзімді жеткізді. Халықтың өзіме ауған көңіл ауанын айнытпау ниетімен әл шамам келгенше әр алуан әдіс айланы қолданып бақтым. Көп ұзамай-ақ сескенуді қойып, олардың маған еті үйреніп кетті. Өзім жерге жатып 5-6 ергежейліні алақаныма отырғызып, би билеткен күндерім де болды. Келе-келе тіпті балалар да шашымның арасына кіріп, жасырынбақ ойнайтын болды. Өзім де олардың тілінде ежептәуір үйреніп, әрі қиналмай түсінетіндей дәрежеде жаттығып алдым. Бір күні патша акробаттар ойынын көрсетіп, менің көңілімді көтерейін деген ойға келіпті. Ергежейлілер өте ыңғайлы әрі епті болады. Сондықтан акробат ойынын мен көрген халықтардың ешқайсысы осылардан асыра алмайды. Олардың басқа ойындарынан гөрі, әсіресе жерден жоғарыға керілген жіңішке ағаш жіптің үстінде билеулері мен қимылдаулары қатты қайран қалдырды. Арқан үстінде ойын көрсету ісін тек беделді қызмет бабын көздеген, немесе сарайдан мархабат күткен адамдар ғана орындайды. Бұған адамның ата тегі ақсүйек нәсілінен шығуы, немесе көргенді тәрбие алуы шарт емес. Акробат ісіне тек бала жасынан жақсы жаттықса болғаны. Қызмет істеп жүрген адамның қаза табуынан, немесе патшаның қаһарына ұшырауынан қызмет орны босай қалса, мұндай жағдайлар жиі кездеседі. 5 үміткер патша мен сарай қауымының алдында арқанмен билеп, ойын көрсетуге рұқсат сұрап патшаға өтініш береді. Сөйтіп жығылмай ең жоғары секірген адам бос тұрған қызмет орнына ие болады. Ол ма? Тіпті көрнекті министрлердің өздері де өнерлерінен қол үзіп, қартаймағандығын патша алдында дәлелдеу үшін жиі рұқсат сұрап отырады. Мемлекеттік қазынашы Флимнап өзінің секіргіштігімен ерекше аты шыққан адам екен. Ол шерттіре керіп тасталған арқан үстінде билеуде бүкіл патшалықтағы шенеуніктерден 1 дюйм асып түсіпті. Оның голланд кендіріндей нәзік жіпке бекітілген кішкене тақтаның үстінде тұрып, аса қауіпті қимылдарды қатарынан әлденеше рет қайталағанын көргенім бар. Құпия істердің бас хатшысы, менің Лел Дрессель досым, егерде іш тартып ықыласым ауғандықтан жаза баспасам, мемлекеттік қазынашыдан соңғы 2-ші орынға ие болуға тиіс. Ал қалған шенеуніктер мыш өнерде бірінен бірі қара үзіп кете қоймастай қатарлас еді. Сонымен бірге патшаның өзі мен ханымы және бірнеше министр ғана бас қосқан ерекше ойын-сауық өткізіліп тұрады. Сауық басталар алдында патша үстел үстіне ұзындығы 6 дюймнен көк, қызыл және жасыл түсті 3 жіңішке жібек жіп қояды. Ол жіптер ұлы мәртебелі тақсырдың үздік шапқындарға сыйлық ретінде беретін ерекше белгісі екен. Салтанатты сауық патшаның тағы тұратын сарайдың кең залында өткізіледі. Жарысқа түсуші талапкерлер өздерінің ептілік өнерлерін көрсеткенде, өткен жолғылардан ада-күде өзгеше және ескі немесе жаңа дүние елдерінде көзің көргендердің бірде-біріне ешбір ұқсамайтын ерекше сынға ұшырайтындарын байқадым. Патша қолына көлденең таяқ ұстап отырады. Таяқты жоғары немесе төмен ұстауына қарай талапкерлердің біреу таяқтан секіріп, енді біреулері таяқтың астынан әрлі-берлі еңбектеп өтеді. Кей уақытта таяқтың бір басын патшаның өзі ұстап тұрады да, екінші басын бірінші министр ұстайды. Кейде министрдің өзі жеке ғана ұстайды. Жоғарыда айтылған жаттығуларды өте жақсы орындағандарға, әсіресе секіруден үздік шыққандарға сыйлыққа көк жіп беріледі. Қызыл жіп ептілігіне қарай 2-ші орын алғанға, жасыл жіп 3-ші орын алғанға беріледі. Сыйлыққа алған жіптердің белбеу сияқты 2 орап белдеріне байлап жүреді. Сарайдағы ұлықтарда мұндай белгілері жоқ адамдар некен-саяқ кездеседі.
Патшалық және полк ат қораларында тұратын аттарды күн сайын менің жанымнан айдап өтетін еді. Ақырында аттардың маған көзі үйреніп менен үрікпейтін болды. Тіпті аяғыма жақын келіп те жүрді. Жерге қолымды қойсам салт атты әскерлер аттарын қарымнан қарқытатын. Бір күні арғымақ атқа мінген патшаның бір аңшысы аяғымнан қарғып өтті. Сөйтіп жүріп мен патшаның көңілін көтерудің аяқ астынан бір ерекше амалын таптым. Ұзындығы 2 фут, жуандығы кәдімгі таяқтай бірнеше таяқ тауып берулерін өтіндім. Патша бас орманшыға тиісті нұсқау берілсін деп әмір етті. Келесі күні 7 орманшы 8 аттан жегілген 6 арбаға теп, мен сұраған таяқтарды алып келді. 4 бұрышты шаршы етіп 9 аяқты жерге қақтым да, оның басына өзімнің қол орамалымды керіп байладым. Сонда оның биіктігі 2, ал әрбір қабырғасы 2,5 футтан, айнала көлемі 10 футтық алаң болды. Орамалдың жиек-жиегін 4 таяқпен бастырып қойдым. Сонда орамал үстіндегі қоршаудың биіктігі 5 дюйм шамасы болды. Дайындық жұмысын бітірген соң жасалған алаң үстінде жаттығу ісін орындау үшін таңдаулы 24 салт атты әскер сұрадым. Менің бұл ұсынысым патшаға да ұнамды көрінді. Осы арада әскерлер де келіп жетті. Атты әскерлерді қару-жарағымен біртіндеп көтеріп алаңға шығарып алдым. Олар қатарға тізіліп 2-ге бөлінді де соғыс қимылына кірісті. Біріне бірі тақап оқ таратып жалаңаш қылыш сермеді. Бір жағы қашып, бір жағы қуып, ал бір жағы шабуыл жасағанда қарсы жағы шегінетін болды. Сөйтіп бір уақытта өзім көрген әскер ойынның ең жақсы түрін жасады олар. Орамалдың шетін бастырған таяқтар қорған болып, аттардың алаңнан шығып кетпеуін қамтамасыз етті. Менің бұл ойлап тапқан ойын сауығымның көңілге ұнағаны сонша, патша оны тіпті күн құрғатпастан әлденеше мәртебе қойғызды. Бір күні алаңға патшаның өзі шығып қимыл қозғалыс әмірлерін берді. Алаңдағы көріністерді анығырақ қадағалау үшін таққа отырғызып, жоғары көтеріп тұруыма патша ханымын әрең көндірді. Менің бақытыма орай ол жаттығулар қауіп-қатерден аман өтті. Тек қана бір офицердің ұрыншақ атының тұяғы орамалды тесіп өтіп, аты омақаса құлағанда үстіндегі офицер ұшып кетті. Жалма-жан мен де оған жәрдем еттім. Орамалдың тесігін бір қолыммен басып тұрып, екінші қолыммен алаңдағы атты әскерлерді біртіндеп жерге түсірдім. Аттың сол жақ алдыңғы аяғы мертікті, ал офицер ешқандай зақымданбады. Орамалдың тесігін жақсылап жамасам да, содан кейін орамал үстінде ол сияқты қорқынышты жаттығулар өткізбейтін болдым. Өйткені орамалға сене алмадым. Бостандық алуымнан 2-3 күн бұрын ойдан шығарылған әртүрлі ойын-сауықтар көрсетіп, патша мен сарай адамдарының көңілін көтеріп жүредім. Деревня адамдары таудай адамның алғашқы табылған жерінен орасан үлкен, ортасында биіктігі кісі бойы томпағы бар, етек-етегі енді және өте жалпақ, көлемі патшаның жатақ бөлмесіндей бір ғажайып қара зат көрдік деп патшаға шапқыншылар арқылы хабар жеткізді. Ол затты көрген адамдар біз білмейтін біртүрлі жануар болар деп алғашқыда үрейлері ұшып, тек оны бірнеше рет айналып қарап қимылдамай жатқан жансыз зат екенін білген соң ғана тынышталыпты. Олар бірінің иығына бірі асылып, жұмбақ заттың үстіне шығыпты. Заттың үсті тегіс екен, аяқтарымен басып қарап ішінің қуыс екенін анықтапты. Хабаршылар сөздерін қорыта келіп, ол зат таудай адамдікі болса керек деген пікірлерін айтыпты. Егер де ұлы мәртебелі тақсыр керек қылса, ол затты Астанаға жеткізу үшін болғаны 5 аттың күші керек депті. Мен әңгіменің төркініне түсініп қатты қуандым. Шамасы корабль апатынан кейін құрғақ жерге шығып, не істерімді білмей қайғырып, ренжіп жүргенімде, басымнан қалпағымды жел ұшырып кеткенін сезбей қалсам керек. Қайықта отырғанымда қалпақтың бауын иегімнің астынан тартып байлап едім. Қайық аударылғаннан кейін толқымен алысып жүріп құлағыма түсіре киген болатынмын. Сол жерде бауы шешіліп түсіп қалған қалпақты теңізде жоғалды деп ойлаппын. Ол заттың не екенін патшаға түсіндіре келіп алдырып беруін өтіндім. Келесі күні қалпақ Астанаға жеткізілді. Қалпаққа барған адамдар көп ойланып тұрмапты. Қалпақтың құрпуын 2 жерден тесіпті де, жеп өткізіп ат жегіп сүйретіпті. Ол жақтың жері жазық және тегіс болғандықтан қалпақ онша бүлінбепті. Осы уақиғадан соң 2 күннен кейін таң қаларлық тамаша көрініс ұйымдастыруға патшаның көңілі ауыпты. Астанадағы және Астана маңындағы барлық әскер жорыққа дайын болсын деген патшаның әмірі болды. Ол менің колоссо родос кейпімен 2 аяғымды алшақ басып тұруымды қалады. Бұдан кейін әскерін сапқа тұрғызып тобын жазбастан,
туды жоғары ұстап найзаларын көтерген қалпы салтанатты марш күйін ойната отырып менің екі аяғымның арасынан өткіз деп бас қолбасқа тапсырды. Бас қолбасы көпті көрген тәжірибелі адам еді, және ол менің қорғаушым болатын. Сапқа тұрған жаяу әскердің әрбір қатары 24 солдаттан, атты әскердің қатары 16 солдаттан болсын деп бұйрық берді. Бүкіл жасақ 3000 жаяу әскерден және 1000 атты әскерден құралған еді. Салтанатты жүріс үстінде солдаттар тәртіпті болсын, тәртіп бұзушыларға өлім жазасы берілсін деген қатаң жарлық шығарылды. Бірақ менің екі аяғымның арасынан өтіп бара жатып бірсыпыра жас офицерлер көздерін жоғары аударып, маған қарамай өте алмады. Шынын айту керек қой, сол кезде менің шалбарымның сиқы өте нашар еді. Сондықтан да бұл жағдай солдаттардың бірсыпыраларының күліп, қайран қалуына себепші болды. Бұған дейін басыма ерік сұрап әлденеше рет патшаға өтініш беріп, баяндама хаттар да жазған болатынмын. Ақыры патша бұл мәселені өз кабинетінде қарап, одан кейін мемлекеттік кеңестің мәжілісіне салды. Мәжілісте Скайриш Болголамнан басқа кеңес мүшелері тегісінен мені жақтапты. Неге екенін білмеймін. Осы Скайриш маған өшікті де жүрді. Болголамның қарсы болғанына қарамастан көпшілік дауыспен мәселе менің пайдама шешіліпті. Болголам Галбет король флотының адмиралы қызметін атқарады. Оны патша да жақсы көретін еді. Ол өз жұмысына өте берік, бір сөзді әрі өткір адам болатын. Мені босату жөніндегі қаулыға амалсыздан көніпті. Бірақ шарттың негізін сол жасайтын болыпты. Болголам екі хатшысы мен бірнеше белгілі адамдарын ертіп, жасалған шарттың негізін өзі әкеліп оқыды. Шартта көрсетілген міндеттемелерді бұзбауым үшін салтанатты түрде ант беруім керек болды. Анттың ырымы алдымен біздің дәстүрше, одан кейін жергілікті халықтың заңымен белгіленген тәртіп бойынша жасалды. Ант берудің тәртібі мына түрде жүргізілді. Сол қолыммен аяғымды ұстап, оң қолымның ортан саусағын төбеме қойып, бас бармағымды оң құлағымның ұшына тигізуім керек болды. Бостандық алуым үшін нендей міндеттемелер алғаным туралы құжат төмендегідей. Гольбасто Мамарин, Эвлем Гердайло Шефин Молли Оллеғой, Лилипутияның құдіретті патшасы. Жер шарының шетіне жететін көлемі 5000 блестерк, айналасы 12 миль шамасы жерге қожалық етеді. Ол аяғымен жер кіндігін басса, төбесі күнге тірелетін адам баласының асқан ұлысы, патшалардың патшасы. Оның бір қарауының өзі жер бетіндегі патшаларды тітіретеді. Сүйкімділігі көктемдей, қайырымдылығы жаздай, молшылығы күздей, қаттылығы қыстай. Біздің ұлы мәртебелі патшамыз жерімізге жаңадан келген таудай адамға төмендегі шарттарды ұсынуға кеңшілік етеді. Таудай адам бұл шартты салтанатты түрде ант етіп қабылдаумен қатар, құрметті орындауға міндетті. Бірінші, біздің үлкен мөріміз басылған рұқсат қағазымызсыз таудай адамның біздің мемлекеттен кетуге хақысы жоқ. Екінші, ол біздің ерекше рұқсатымызсыз аяғын аттап баспайды. Рұқсат етілген күнде де тұрғын халықтың үйді-үйіне кіріп, бой тасалауы үшін 2 сағат алдын ала елге ескертілетін болсын. Үшінші, жоғарыда аталған таудай адам серуендеген кезде тек қана үлкен жолмен жүруге міндетті. Оның өсіп тұрған шөпке жатуына немесе басқа алаңдарда жүруіне тыйым салынады. Төртінші, ол көрсетілген жолдармен серуендеп жүрген уақытта біздің сүйікті халқымыздың бірер адамын немесе ат арбаларын басып кетпеуі үшін аяғының астына қарап жүруге міндетті. Және адамдардың өз ризалығынсыз ешкімді қолына алмауы керек. Бесінші, егерде шапқыншылар жіберетін асығыс жағдай болса, шапқыншыны ат көлігімен қалтасына салып, алыстағы 6 күндік қалаға тезінен жеткізуді таудай адам өз міндетіне алады. Және ол шапқыншыны керек болса, біздің ұлы мәртебелі тақсырымызға жеткізіп салуы керек. Бұл сияқты асығыс жұмыс ең жиі дегенде айына 1 реттен аспауы шарт. Алтыншы, ол Блефуску аралығындағы біздің дұшпанымызға қарсы соғыста бізбенен одақтас болуға міндетті. Олардың бізге шабуыл жасау ниетімен дайындап жатқан флоттарын жоюға күш салуы керек. Жетінші, үлкен парктың қабырғасын және басқа құрылыстар салу кезінде таудай адам ауыр тастарды көтеріп әкеліп, қолы бос уақытында біздің жұмысшыларға жәрдемдесуге міндетті. Сегізінші, осы аталған таудай адам теңіз жағалауын аралап бізге қарасты жердің көлемін адымда өлшеп, 2 айдың ішінде толық мәліметін беруге міндетті. Аты аталған таудай адам жоғарыда көрсетілген шарттарды мүлтіксіз орындауға міндетті. Сөйткен жағдайда таудай адам күн сайын біздің 1728 адамға жететіндей азық алып тұрады. Оның үстіне біздің даңқты адамымызбен жүздесіп әңгімелесуге рұқсат етіледі.
Осы шарт біздің патшалық дәуір өмір сүруіміздің 91 айының 12-сі күні Белфаборктағы сарайымызда берілді. Шарттың кейбір тармақтары қалағанымдай онша қадірлі болмаса да, қатты риза болып қуана-қуана ант бердім. Бұл шарттағы міндеттердің бәрі де бас адмирал Скайреш Болгаламнан қастық болған іс деп шамаладым. Ант бергеннен кейін аяғымнан шынжыр шешіліп, мүлде азат адамдар қатарына қосылдым. Мені босату жөніндегі салтанатқа патшаның өзі қатынасты. Алғыс ишараты ретінде патшаның аяғына жығылдым. Бірақ ол маған тұрыңыз деп әмір етті, және бірсыпыра жылы сөздер айтқаннан кейін, ол сөздерді өз абыройына ар көргендіктен қайталамаймын. Ол өзінің маған істеген жақсылығын толық ақтайды деп сенетінін, және келешекте де жақсылық етуге дайын екенін білдірді. Менің білгім келгені, шарттың соңғы тармағындағы 1728 ергежелінің бір күн ішіп жеуіне еркін жетерліктей азықты күн сайын беріп тұруға байланысты цифрды қай жолмен есептеп тапқаны еді. Арада біраз уақыт өткен соң сарай қызметіндегі өзімнің бір досжар адамымнан осы жайында сұрадым. Ол адам патшаның қол астындағы есеп ғылымының мамандары, шаршы мөлшердің шамасымен менің бойымның биіктігі 12 ергежелі бойымен тең екенін, ал денемнің 1728 ергежелі денесіне пара-пар екенін біліпті. Есепте келгенде 1728 ергежелі бір күнде қанша тамақ ішетін болса, маған да сонша азық-түлік керек екенін анықтапты. Бұғанда ергежелілердің зеректігі білінсе, екінші жағынан олардың патшасының данышпандықпен жасаған есебі аңғарылады. Бұғаудан босанып алған соң патшаға бірінші қойған тілегім мемлекет астанасы Мильдено қаласын аралап көру болды. Патша менің өтінішімді қабыл алып рұқсат етті. Бірақ тұрғын халыққа және олардың қора жайларына зиян келтірмеуіме уәде алды. Менің қалаға кіретіндігім ерекше жаршылар арқылы қала халқына құлақтандырылды. Қаланың айналасы биік қорғанмен қоршалған. Қорғанның бұрыш-бұрышына мұнаралар тұрғызылған. Батыс жақтағы үлкен қақпадан аттап өтіп үлкен көшеге түсіп, жайлап қана бір қырындап ілгері жүрдім. Үйлердің шатыры мен ернеулерін етегім іліп қиратып кетер деген қауіппен шапанымды шешіп тастап, желетшең шыққан болатынмын. Жоғарғы қабаттардың терезелерінен қараған, үйлердің шатырына тұрған халықтың есебі жоқ. Бұл сияқты халқы көп қаланы бұдан бұрынғы аралаған жерлерімде кездестірген емеспін. Қала 4 бұрышты, шаршы етіп салынған. Қорғанның әрбір қабырғасының ұзындығы 500 футтан келеді. Қалада кеңдігі 5 футтан келетін, бірін-бірі тікелей етіп, қаланы 4 кварталға бөліп тұратын 2 үлкен көше бар. Басқа жанама көшелерге сыйып жүре алмадым. Бұл көшелерді төбеден қарап байқағанымда, ені 12 дюймнен 18 дюймге шейін болар деп шамаладым. Қалаға 500 мыңға таяу халық сиярлық үйлері 3 қабат, 5 қабат етіп салынған. Базарға жұрт лық толы, дүкендер әртүрлі затқа сіресіп тұр. Патша сарайы қаланың қақ ортасына 2 үлкен көшенің түйіскен тұсына салыныпты. Сарайда айнала соғылған қорған бар. Ұлы мәртебелі тақсырдан рұқсат алып, қорғаннан аттап ішке кірдім. Сарай қорғаннан 20 фут қашықта екен. Бұл жағдай айнала жүріп сарайды көруіме мүмкіндік берді. Сарайдың өзі шаршылап салыныпты. Оның ішінде патшаның өзі мен жанұясы тұратын тағы да бір 2 сарай бар екен. Бұл сарайды көруге көңілім соншалықты ауып еді, бірақ ол ойым іске аспады. Өйткені бірінші сарай мен екінші сарайдың арасындағы үлкен қақпаның биіктігі 18-де, ені 7 ақ дюйм екен. Сыртқы сарайды тастан қиып салыпты. Дегенмен құрылысқа зиян тигізбей сарайдан аттап ішке түсе алмайтын болдым. Өзінің салтанатты сарайын маған көрсетуге патша да құштар болып еді. Бірақ екеуміздің тілегіміз 3 күннен кейін, тек менің жүргізген дайындық жұмысым аяқталған соң ғана орындалатын болды. Қаладан 100 ярд жерде патша бағы бар еді. Сонда барып ең ірі деген ағаштардың бірнешеуін бәкіммен кесіп алдым да, өзімді көтерерліктей нық 2 орындық жасадым. Менің қалаға кіретіндігім екінші рет халыққа құлақтандырылғаннан кейін 2 орындығымды көтеріп сарайға келдім. Сарайдың сыртқы жағынан келіп орындықтың біреуін жерге қойып үстіне шықтым. 2 сарайдың арасы 8 фут келетін алаң екен. Бұл жерге орындықтың екіншісін қойдым. Содан кейін сарайдан аттап ішке қойған орындыққа шықтым да, сыртта қалған орындықты басына ырғақ қадаған ұзын таяқпен іліп алдым. Сөйтіп осындай айламен ішкі сарайға жеттім. Онда барған соң жерге қырымнан жатып сарайдың орта қабатындағы әдейі ашық қойған терезеге бетімді тақадым. Сөйтіп көркем сарайдың ішкі сән салтанатын көруге мүмкіндік алдым. Онда жанында жағалай қоршаған нөкерлері бар. Патшаның ханымы, ханшасы және ханзадасы отыр екен. Ханым елжірей қарап езу тартты да,
терезеден маған сүйріктей қолын созды. Мен оны сүйіп алдым. Бостандық алғаннан кейін 2 жұма уақыт өткен соң, бір күні таңертең менің үйіме жанына бір қызметшісін ертіп құпия істің бас хатшысы Рел Дресел келді. Ол атқосшысына күте тұр деді де, менің жаныма келіп уақыт бөліп сөз тыңдауымды өтінді. Мен оның ұсынысын өте ризалықпен қарсы алдым. Өйткені мен оның игі жақсы адам екеніне және сарайда өзім туралы мәселе қаралғанда мені жақтап сөз сөйлегеніне қанық едім. Оның сөздерін анығырақ есту үшін жатып тыңдайын деп едім. Ол әңгімесін менің алақанымда тұрып айтқысы келді. Сіздің бостандыққа шығуыңызбен құттықтаймын деп бастады ол әңгімесін. Бұл жөнінде оның да бір сыпыра еңбек сіңіргені көрініп тұрды. Шынын айту керек қой, деді ол. Біздің мемлекет ісінің қазіргі кезеңдегі жағдайы арқасында ғана сіз оп-оңай бостандық алдыңыз. Біздің елдің жалпы жағдайы шетел адамдарына қанша тамаша көрінгенімен, мемлекет жүйесінде аса қауіпті 2 алуан жара бар. Оның біреуі партия ішіндегі алауыздық талас. Екіншісі күш-қуаты мол сыртқы дұшпанның біздің мемлекетке шабуыл жасау қаупі. Сізге бірінші жараның жайын түсіндірейін. Шамасы бұдан 70 ай бұрын осы мемлекетте Тремексен және Слемексен аталатын бір-біріне қас 2 партия пайда болыпты. 2 партияның бірінен-бірінің айырмасы, Тремексен партиясындағылардың өкшесі биік болады да, Слемексен партиясындағылардың өкшесі аласа болады. Биік өкшелілер біздің мемлекетіміздің ертедегі құрылысына бейімірек дегенді айтады көпшілік. Ал біздің ұлы мәртебелі тақсыр тәжиесі белгілеген қызмет атқарушы адамдар мен бүкіл әкімшілік аласа өкшелілер қатарында болуы керек деп ұйғарады. Бұл жағдайды өзіңіз де сезген боларсыз. Сарай адамдарының өкшелеріне қарағанда ұлы мәртебелі тақсырдың өкшесі бір дірер дюймнің 14 бөлімінің бірі. Бір дірер аласа екенін байқаған шығарсыз. Ол 2 партияның біріне-бірінің өштескендігі сонша, бір партияның мүшесі екінші партияның мүшесімен бірге отырып ас ішпейтін болған, тіпті сөйлеспейтін халге жеткен. Тремексендер, яғни биік өкшелілер, сан жағына келгенде бізден басымырақ. Бірақ мемлекетті басқарушы үкімет түп-түгел біздің қолымызда. Ал енді осы күнгі патшамыздың мұрагері ханзада биік өкшелілер жағына бейімбе деп қауіптенеміз. Оны дәлелдеу оншалықты қиын емес. Оның бір өкшесі екінші өкшесінен биіктеу. Соның салдарынан ол аяғын сылтып басады. Міне, осы ішкі араздықтың салдарынан әлемге әйгілі біздің ұлы мемлекетімізге көршілес аралдағы Блефуско патшалығының шабуыл жасау қаупі төніп тұр. Сіз дүниеде әлденеше мемлекет бар. Онда өзіңіз сияқты алып адамдар өмір сүреді дейсіз. Бірақ сіздің бұл сөзіңізге біздің философтарымыз сеніңкіремейді. Сізді айдан емес, жұлдыздардың біреуінен түсті десе, олар оп-оңай-ақ сене қояр еді. Сіз сияқты алып денелі адамдардың бір жүзі біздің мемлекеттің бүкіл малы мен өсімдіктерін аз уақыттың ішінде жылан жалағандай жалмап қоятыны сөзсіз. Бізде тарихи уақиғалар жазылатын шежіре бар. Онда өткен 6000 айдың ішінде болған уақиғалар жазылған. Бірақ осы 2 ұлы мемлекеттен басқа, Лилипутия мен Блефуску, ешқандай мемлекет бар деген жазу жоқ. Сөйтіп осы 2 қуатты мемлекеттің арасында қиян-кескі соғыстың басталғанына 36 ай болды. Бұл соғыстың басталуына мынандай себеп болыпты. Піскен жұмыртқаны домалақ басынан жарып жеу атам заманнан келе жатқан әдіс. Бұл әдісті жұрттың бәрі жақтайды. Осы күнгі патшаның әкесі жас күнінде піскен жұмыртқаны домалақ басынан жарғанында, жұмыртқаның қабығы баланың бармағын кесіп жаралап кетіпті. Баланың әкесі патша менің қарауымдағы адамдар бұдан былай піскен жұмыртқаны сүйір басынан жаратын болсын. Бұл әмірді бұзушылар қатаң жазаға тартылсын деп жарлық шығарыпты. Біздің шежіреміздегі жазуға қарағанда ол жарлық халықты әбден ашындырған көрінеді. Ызаланған халық 6 рет көтеріліс жасапты. Осы уақыттың ішінде бір патшаның басы жойылып, бір патша тәжінен айырылыпты. Блефуску патшалары көтерілісті ұдайы ушықтырып отырыпты. Көтеріліс басылған соң қуғынға ұшыраған көтеріліс басшылары Блефуску патшалығына барып паналапты. Сол уақыттан бері жұмыртқаның сүйір басынан жарып жесін деген жарлыққа бағынбай, өлім жазасына іліккендердің саны 11 мыңға жетіпті. Бұл мәселе жөнінде 100 томдар жазылды. Бірақ домалақ бас қағидасын жақтап басылған кітаптардың таралуына тыйым салынғалы ұзақ уақыт болды. Бүкіл партияның мемлекеттік қызметтен орын алу хақынан заң бойынша айырылды. Осы бөліншілік басталғаннан бері Блефуску патшалары өзінің елшілері арқылы бізге жиі ескертулер жолдап отырды. Олар біздің шіркеуді бытыратты. Бондекралдың, олардың Алькораны 54-ші тарауында жазылған біздің пайғамбарымыз Люстроктың
негізгі парызын бұзды деп айыптады. Бұл арада негізгі парызды әркімнің әртүрлі түсінгендігін көреміз. Онда былай деп жазылған: дінге шын ықыласымен сенуші барлық адамдар жұмыртқаның қай басы өзіне қолайлы болса, сол басынан жарады. Менің пікірімше, жұмыртқаны қай басынан жаруды әркімнің өз билігіне беру керек. Я болмаса, мемлекеттік жоғары соттың шешуіне берсе де болар еді. Қуғынға ұшыраған домалақ бастар Блефуску патшасының сарайына ықпалын жүргізді, және біздің мемлекеттегі домалақ бастар өздерінің пікірлестерін қолдап тәріптеп отырды. Осының нәтижесінде екі мемлекеттің арасындағы қанды қырғын соғыс 36 айға созылып кезек жығысуымен келісеміз. Осы уақыттың ішінде біздер 40 соғыс кемесі, әлденеше ұсақ кеме және 30 мыңдай таңдаулы теңізшілеріміз бен солдаттарымыздан айырылдық. Ал дұшпанның шығыны одан да басым деп шамалаймыз. Бірақ олар сонша көп шығынға қарамастан қазірде жаңадан флот құрып, біздің жерге десант түсіруге дайындалып жатыр. Біздің ұлы мәртебелі патшамыз сіздің ерлігіңіз бен күшіңізге сенгендіктен, сізге өз мемлекетінің ішкі және сыртқы жағдайын түсіндіруді маған тапсырған себебі осы. Ұлы мәртебелі тақсырға сәлем айтыңыз дедім мен хатшыға. Шетел адамы болғандықтан жергілікті партиялардың жанжалуына қатысуымның жөні жоқ еді. Бірақ ұлы мәртебелі тақсырды және оның мемлекетін сырттан келген шапқыншылықтың қандайынан болса да жан аямай қорғауға дайынмын. Осы жайды ұлы мәртебелі тақсырға жеткізуіңізді өтінемін.